Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті бауырлар. Микрофон эхосын алдырып қойдық әдейі. Анау Құран оқығанда әдейі естілу үшін кішкентай эхо қояды анау. Дауысқа ол қайталана бергесін, құлаққа жағымсыз, сосын тез шаршытады. Құрметті жақсылар. Талғат имам Қажекеңнен сұрағанбыз ғой, енді осы жамағатқа қандай уағыздар айтты, енді бұл кісілер уағызға шақырып жүргесін, уағыз тақырыптар қандай айтылып жатыр, қандайлар жаңа айтылғаны дұрыс деп жамағатты білгесін, не тақырыптар дегенде бірнеше нүктелер айтты. Соның біреуі иман жемістері еді. Иманның жемістері туралы айтып беріңізші деді. Мен үшін бір өте қатты сұрақ болды бұл. Енді анау бір философиялық сұрақ сияқты болды өз басыма ше. Неге екенін айтайын? Құрметті жақсылар, осы жұрттың барлығы өз-өзін иманды деп ойлайды. Құдайға сенгеннің бәрі иманды ғой, дұрыс па? Дұрыс болды. Сол иманнан не жеміс көріп жүрсін? Осы жаңалде ғана мен бір жігіттермен шай ішіп отқан кезде шынымен оқыс айтып жатыр да, мысалы мен діни кітап оқыған кезімде, ол көп тіпті имамдардың уағыздарында да осындай нәрсе бар. Кейбір кітаптарды, сол діни кітаптарды оқыған кезімде жүрегіме жетпей қалады дейді бір нәрселер. Өйткені қазіргі заманның психологиясы шынымен ақ кейбір адамдарға бір нәрсені айтқан кезде нақты қазір не аласын соны түсіндіреді. Қазір не аласын, қолма-қол саған не жетеді. Мысалы айтайық, сен намаз оқисың ба? Иә, намаз оқимын. Содан сен не аласын, қалай өзгересің, қайтып. Соны нақты түсіндіріп бере алмайды көп адамдар. Жай намазға шақыра береді. Намаз оқы, не болады? Құда қаласа жәннатта боласың, ондай болады, ондай болады. Ол енді мүмкін кезінде бұл уағыздар жұмыс жасады. Мен бұл уағыздарды алып тастайық болды деп те айтпаймын. Бірақ соңғы кездері тренд дейді ғой енді, халыққа, әсіресе жастарға осы психология, бизнес тренинг деген нәрсе кірді. Бұл нәрсе тіпті жұрттардың сөзінің арасында да, киноның ішінде де бар бұл. Сіз өзіңіз білмейтін шығарсыз, бірақ киноның ішінде де осы нәрсе қолданып кетті қазір. Сол үшін уағызда, мысалы мынандай сөз бар ғой, заманың түлкі болса тазы боп шал дейді. Уағыздың ішіне де осындай нақтылық қосу керек сияқты көрінді. Мен әдейі ұзақтан келіп жатыр, мен уақытты еркін қойдыңыздар ғой, сосын айтып атқаны мен. Иманның жемісі деген нүктеге тоқталғым келеді. Иманның жемісі. Мысалы айтайық, мен Құдайға сенем. Жақсы, Құдайға сенесің. Ал сол Құдайға сенгеннен кейін сен не аласың? Берсе бір нәрсе. Дұрыс па, біз қазір материалды өмірге кеткенбіз. Мен не сезем? Немесе екінші осыдан келетін тағы да бір сұрақ. Мен не сезуім керек? Бұл тіпті адам өз-өзін тексеруге де барады да. Себебі кейде адам өзі күмәнданып қалады. Мен иманданып жүрім, иманға қанша уағыз естем, намаз оқим, кейде намазым дәмін сезбей қалам, кейде былай болып кетем. Сон иманым дұрыс па менің? Мен не табуым керек сол иманнан? Мен баратын жерімді көріп алайшы деген жақсырақ болмай ма, е? Өйткені мысалы бір жарысайын деп атсаңыз, немесе бір жолға шықсаңыз, баратын жеріңіз көрсеңіз ыңғайлы болады ғой. Ал баратын жеріңіз көрмей, әйтеуір кеттік болса, кеттікке кетсеңіз, не болады? Біздің дініміздің өзі бұны дұрыс емеске шығармай ма? Исламның дінінде не деп айтады? Мен не үшін өмірге келдім? Адам баласы не үшін өмірге жаратылды? Деген сұрақтан басталмай ма біздің дініміз? Құран-ы Кәримде де сондай сөз бар. Алла тағаладан келген. Мен адамдар мен жындарды өзімнің құлшылық ғибадатыма жараттым дейді. Түсінікті, ғибадат үшін жаратылды. Былай қарағанда түсінікті. Бірақ не түсіндіңіз? Ғибадат үшін жаратылды. Жақсы. Не ол ғибадат деген? Не береді? Не аласың? Немесе ғибадат деген қандай көріністе болу керек? Қалай болу керек? Бұның бәрін пайғамбарымыз амалмен көрсетті. Оны сөзбенен әдемі қылып, ғылыми кітап қылып шығарған жоқ. Сол үшін осы сұрақтардың бәрін жинағым келеді да, мына бір иманның
жемістері деген кезде өте көп жеміс еске түседі. Бірақ оның бәрін алып тастадым да, маңызды болған, біз баруымыз керек болған, бізден көрінуі керек болған, біз жұмыс жасауымыз маңызды болған бірнеше нүктелерді алдарыңызға жазып алып келдім. Сол нүктелермен таныссақ екен. Өзім мынандай қағаз, 1,5 сағат айтамыз енді. Бисмилля. Иман бірінші орында сізбенен бізге рухани тыныштық береді. Егер сіз, онда соның әрдайым соның қарама-қарсысын айтып отырайық. Егер сіз Құдайға сеніміңізден Аллаға сенесіз ғой, жаныңыздың, рухыңыздың тыныштығын таппайсыз ба, онда иманыңызды әлі жұмыс жасауыңыз керек. Түсінікті ғой, яғни иманыңызды әлі реттеуіңіз. Бұл имансыз деген сөз емес. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Әзіреті Омарға айтқан сөзі мысал болады. Бір күн айтады ғой пайғамбарымыз, кім мені дейді, өзін айтып жатыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Өзінен, әрбір адам өзінен және бала-шағасынан, барлық адамнан артық көрмейінше иманда кәміл болмайды дейді. Сол кезде Омар тұрып айтады: "Уа Расулалла, мен сізді бәрінен жақсы көрем, бала-шағамнан да артық көрем, бірақ шыны керек өзімнен артық көре алмайды екенмін" дейді. Бұл ол кісінің шынымен-ақ дұрыс сөзі. Адам, біз кейдеше өзіңді жақсы көр деген сөзді әлі түсінбейміз. Осы жерде отырған адамның көпшілігі білмейді да. Сол кезде Омар білетін болған өзін жақсы көру деген не екенін. Ол психология қазір айтып жүр ғой, ал ол кезде пайғамбардың заманында Омар білетін болған адам өзін жақсы көру деген не екенін. Ол эгоизм емес. Ол өзін жақсы көру деген сөз, сен саған не ұнайды, не ұнамайды, соны ажыратып алу. Өзіне деген құрметі, өзінің эмоциясын, өзінің ақыл ойын, сөзін бәрін игеріп ұстай білуді айтады. Ол кәдімгі тұлғалық дамуды айтып жатыр мен. Кәдімгі тұлға ретінде адамның толысқан уақыты. Бұны баяғыда 40-тағы жігіттер осыған толып жеткен. Бізде қазір 40-тағы жігіттер мұрын шұқиды әлі. Басқа жігіттерді айтпай қойыңыз, оған дейін толмаған. Сондықтан рухани тыныштық. Сонда Әзірет Омарға айтады ғой, ондай болса Хаттабтың ұлы Омар иманда кәміл болмапты дейді. Сонда сол бір ауыз сөзге бола Омар айтады: осы қазірден бастап Омар сізді өзінен артық көреді дейді. Қарасаңшы, өзі дұрыс амалды көрсе, қалай соған ерді. Ол кісі өзін зорлаған жоқ. Зорлап еш нәрсеге жете алмайсың. Дінде зорлық жоқ. Ол соны ақыл менен түсініп жетіп, дұрыс жолды тауып, өзін соған тәртіптеп жатыр. Бұл тәртіптеу дейді, өзін зорлау емес. Жан тыныштығы, рух тыныштығы адамзаттың бәрінің аңсағаны негізі. Анау ақындар өлең жазады ғой, жаңағыдай неше түрлі қылып, махаббат туралы, отан туралы неге жазады? Егер оны жан тыныш болса, ол жазамайды. Ол анау бір жерде бір нәрсені жоғалтып алу керек. Жоғалтып алмаса, сосын ол жоғалтып алған сияқты ойланады да, сосын жазады. Болмаса одан шықпайды ол нәрсе ше. Көбінесе сондай да. Одан бір нәрсе шығу үшін жан тыныштығы кезінде ондай бір айырылып қалдым деген өлең шықпайды. Одан қуаныш өлеңдері, одан бір кеңдік, теңдік, бөлек дүние шығады. Айтпағым, құрметті бауырлар, рух тыныштығы бұл иманның жемісінің ең алғашқысы. Сіздің рухыңыздың тыныштығы. Қазіргі заманда психологтар айтып жатыр ғой, анау мынау үйретіп жатыр, жанұя мәселесі, анау мынау. Соның бәрінің баратын жерін айтайын ба? Психологияда айтады: сен психология жағынан мына миың, ішкі жан дүниең толысқан адам деген сөз, ол сенің алдыңда болып атқан уақиғалар, адамдар сенің кәлияңнан шығармауы керек. Түсіндіңіз ба? Шығармау керек кәлиядан. Және де сен бүкіл адамзатты сыйлап жақсы көре білуің керек дейді. Осы екі-ақ нүкте екен. Егер осы нүкте сенде болса, сен толысқан адамсың. Сенде ол нүкте жоқ па, сен әлі өзіңмен жұмыс жаса дейді. Бұны біздің ислам баяғыдан үйретеді ғой, негізі. Бұны біздің ислам әуел бастан насихаттайды.
рухтың тыныштығын үйрету үшін тіпті адамдар сопылық деген үлкен ғылым шығып, адамды намазының дәмін, оразасының дәмін сезінуді үйрететін ұстаздар, ақыреттік ұстаздар, имам Ғазалидің сөзіменен пірлер пайда болды. Сол үшін имам Ғазали айтады, егер бір ұстаз дейді, саған намаздың дәмін сезгізсе, оның етегінен ұстап алып айырылма дейді. Қалған ұстаз ондай бола алмайды да. Саған намазыңның оқып атқан дәмін үйретті ма біреу дейді. Сездің ба, біреудің жанында жүріп, әркім ұстаз ғой, үйреніп жүр. Намаздың дәмін сездің ба дейді. Болды дейді. Сол ақыреттік ұстаз дейді. Одан басқа ұстаз, әшейін ұстаздар олар. Рухтың дәмін сезудің орындары. Иншалла бір айтып кетерміз. Екінші нүкте. Адамның моральдық тепе-теңдігі дейміз ғой. Яғни мінез құлықтың тепе-теңдігі. Қалай түсіндіреміз мен мінез құлықтың тепе-теңдігі? Сіз себепсіз ашуланбайсыз. Ашуланғаныңыздың түбінде терең себеп болады. Себепсіз күлмейсіз. Себепсіз мінезіңізді қисаймайды. Қазір көп адам өзінен осындай қателіктер табады да, өзінен өзі ашулана салады. Көлік айдап келеді, біреу жол кескенсе, аттасына баттасы ар жағына кетеді жаңағыдай. Бүкіл бәрін ата бабасы, жеті ата ұрпағы бәрі кетеді. Не болды сонда? Көлігіңдің алдынан бұлай өтіп кетті. Сен өтпейсің ба олай? Сен де өтесің солай. Ол адам ғой. Ол қателеспей ма? Қателеседі. Қателеспейтін адам бар ма жер бетінде? Жоқ ондай адам. Сен соны түсініп тұрсың ба? Иә. Бірақ түсініп тұрсаң да соны істедің ба? Иә. Сен әлі толысқан жоқсың. Сен моральдық тұрғыдан, яғни мінез тұрғыдан сен әлі жұмыс істеуің керек өзіңмен онда. Сен өзіңнің мінезіңді реттеуің керек. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жанында отыруға сахабаларды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам және оның Алланың Құраны соны үйретті. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам алдында даусын көтеріп сөйлеме деген сөзді айтты. Алланың алдында дауыс көтеріп сөйлемеңдер деді. Бірақ сыбырлап та сөйлеме деді. Сыбырлап екі адам отырса сөйлесуге болмайды, әдепсіздік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің мектебінде сахабаларға не деген керемет мінездер үйретті. Мен бір шетін оның бәрін айту мүмкін емес. Мен иманның сіз бен бізге беретін жемістерін ғана айтам. Мысалы, исламдағы әдеп және оның шекарасы десем еді, онда 1,5-2 сағат сөйлесек екен, ол үлкен тақырып еді, оны ашамасақ керек. Бірақ мен шамам жеткенше жеткізгім келетіні, сіздің мінезіңіз жоғарыда айтқандай, бекерден бекер ұшып кетпейтін, ақылға қонымды болса, сіздің иманыңыз толысқан болады. Яғни сіз шошақай емессіз. Сіз өз-өзіңізді ұстай алмайтын бір түрлі емессіз. Осының барлығын дұрыстаған адам боласыз. Моральдық тұрғыда тепе-теңдік ұстайтын адам. Ол тепе-теңдікке қалай жетеміз десе, жинап айтсам, ислам мінезінің бәрін ұстайсыз деп айтсам, бітеді жауабы ше. Қалай жетесіз десе, оған бірнеше нәрселер бар. Көркем мінез дегеніміз, мен оны былай ашайыншы, көркем мінез, жаңағыдай ғана шәкірттерге аштым, соны қайталап берсем де үлкен дүние ғой деп ойлаймын. Екі нәрседен тұрады көркем мінез. Көркем мінезге жетем десеңіз де осы екі нәрсе бар сізде. Біріншісі дұрыс сөйлеу. Сөз. Тіліңе еге бол. Көркем мінезді болғыңыз келе ма? Екі жақтың арасына кепілдік бер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, кім-де-кім екі жағының, екі аяғының арасына кепілдік берсе, мен оған жәннатта кепілдік берем дейді. Жәннатқа кіруіне кепілдік берем дейді. Ендеше көркем мінез тілді тыюдан басталады. Бұл өте үлкен энергия талап етеді. Я, сіздің күшіңіз талап етеді. Сіз мысалға шаршап үйге келдіңіз. Дұрыс па? Келдіңіз. Ал балаңыз жүгіріп келіп, шулап, немесе бәлдіру баттақ бір нәрсені айтып атса, мен андай қылдым, мен мында, ол өзіне маңызды нәрсе. Бірақ сен шаршап келдің. Не істейсіз? Көпшілік адам айтады, бала қойытшы. Тамағымыз ішіп алайық, балпылдамай. Бар, мамаң айт дейді, шешең айт. Тыңдамайды оны.
ер азамат. Ол өйтіп, ол жұмсағы ғой ол. Болмаса, әкесі баласымен мүлде сөйлеспейді да, немесе ондай еркелігінде көтермейді. Кейде әйел адамда соған шыдай алмайды. Ер мен әйелдің арасындағы арақатынасқа да біз өзіміз көп қателік қыламыз. Солардың біреуі дұрыс сөйлеуге деген сабырлығымыз жоқтығы. Өйткені оған көп энергия талап етеміз да. Көп энергия талап етеміз. Ал білесіз ба? Жаман сөзге энергия аз кетеді. Оңай ғой, біреуге балағаттай салу дегені, ақ ит кіріп көк ит шыға салады, бұрғата қалады. Оңайда. Сондықтан айтатыным, оны былай түсіндіретін едім. Бір жақсы затты сатып алам десеңіз, ол қандай тұрады бағасы? Қымбат тұрады, дұрыс па? Жоқ, арзан тұра ма? Қымбат тұрады. Жақсы зат әрдайым бағасы да жақсы болады ол. Мысалы, ат мінгіңіз келді. Жақсы жүйрік ат қанша тұрады? Кетеді ғой, тұрады, ары қарай кете береді, дұрыс па? Кемінде, мысалы, мен рахаттанып мінеш деген дұрыс жорғаңыз бір 15 миллион теңгеден ары қарай басталатын шығар. Әдемі бір үстінде отырған кезде кәдімгі бір қалыпты шай ішіп, шайнегіндегі шайың қимылдамай жүретін жорға болса. Мысалы да, ары қарай кететін шығар, содан ары қарай. Құдай біледі, 15 миллионға оның құлынын алатын шығарсын. Ал 500 мыңға ше? Енді 15 миллион қайда, 500 мың қайда? Дұрыс па? Сізге шыныменен ат, мықты ат керек болса, сіз 500 мыңға ат аласыз ба? Сараң адам деген сондай болады екен да, ол біреуге емес, ақырында өзіне қимай қояды екен ғой. Өзіне қиямай қалады да. Сол үшін айтатыным, жақсы сөз сізден көп қуат талап етеді. Оған көп төлеу керексіз да, бірақ оның жемісі де керемет да. Жақсы сөздің жемісін айтайын ба? Сіз жұртқа жақсы сөйлесеңіз, сіздің досыңыз көп болады. Дұрыс па? Сіздің танысыңыз көп болады. Сіз үшін ашылатын есіктер де көп болады. Тілі тікенек адамның есігі көп бола ма ашылатын? Керісінше ашық тұрған есік жабылып қалатын шығар. Дұрыс па? Барып құртып келетін шығарсыз бір нәрсені. Ал біздің қазақта ол әуел бастан айтып қойған. Өнер алды не дейді? Қызыл тіл дейді. Түсінесіз ба? Өнердің түрі көп екен. Неше түрлі өнер көп. Оқ атқанда тиынға тигізетін, ана аттың үстінде шабатын, жүзетін, енді білмеймін, өнер көп енді. Бірақ сол өнердің ішінде ең төресі, шыңы қызыл тіл, сөйлей білу. Сол үшін басқа халық қайдам? Араб халқында да бар ол. Біздің қазақ халқында тілді сыйлаған кезінде, енді қазір ондай дәрежеге бармаймыз біз. Қазір тілді сыйламаймыз. Біз уәжгеде тұрмай бара жатырмыз, Құдай бет аулақ қылсын. Қазір бізге кетіп бара жатқан нәрсеміз көп, бірақ соған оралайық деп айтып жатырмын. Баяғыдағылар уәжгеде тұрған, сөздің төркінінде түсінген. Қазір біреуге андай қағазға орап сөйлесең түсінбейді да кейде. Үлкен қаланың адамдарына барып бір әспеттеп қағазға орап сөйлесең бетіңе бақырайып қарап тұра береді. Маған тік айтсай дейді. Маған тік айт дейді. Иә, жоқ, бітті. Оған әдемілеп сөйлеу, сөз қадірі, сөздің мәні, сәні деген нәрсе жоқ. Ал біле білсеңіз, бұл өнер. Бұл өте көп энергия жұмсалғанменен сіздің ашпайтын есігіңіз жоқ. Сіздің осы дүниеде досыңыз көп, жақтаушыңыз көп. Алатын жемісіңіз көп, ал қияметте соның бәрі сіз үшін жақсылық болатын шапағатшы болып куәгер болады. Сол үшін, құрметті жақсылар, көркем сөз бұл көркем әдептің есігі. Онсыз біз иманға толыспаймыз. Біліңіз, мен көп намазхан адамдардан байқаймын, өсек сөз, ғайбат сөз, өтірік уәде, өтірік сөз беру, өтірік куәлік қылу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жалған сөзді соншалықты ұнатпағаны мұсылман адам қорқақ болуына болады дейді. Мұсылман адам
өтірікші болуына болмайды дейді. Бұл иман менен кереғар дүние. Түсінесіз ба? Иманның жемісі көркем мінез деген кезде тілді неге айтып жатырмын? Өйткені сіз тіліңізді түзетпесеңіз, иманыңызды түзете алмайсыз. Және де керісінше, сіздің тіліңіз дұрыс емес па, онда иманыңыз да сондай қисық. Ал қанша намазхан адамдарды мен білемін. Үйінде қандай аузынан ақ ит кіріп көк ит шығады. Анау намазхан ба деген кезде, анау сөйлеген кезде бар ғой, анау орыс тілінде айтады, құлағың домаланып шіріп кетеді ішке қарай кіріп ше ананың сөздерінен. Ана бір не бір нәжес сөздерді айтқан кезінде, бұл қалай бұл намаз оқып жүр дейсің. Құдай-ау, қалай маңдайын сәждеге қояды, бұның аузынан қалай калима шығады дейсіз. Не бір нәжес сөздерді айтқан кезінде жеркеніп кетесің. Бұл иман менен кереғар дүние, бауырлар. Дұрыс ұғынып алайық. Тіліңді түзетпейсің бе, иманың дәл сондай қисық. Екінші нүкте, мінез құлық. Дедік қой, сол көркем мінезді болғыңыз келе ма? Яғни иманды адам болғыңыз келе ма? Немесе иманның жемісін көргің келе ма? Екінші нәрсе амал. Біреу тіл болса, екінші амал. Көркем амал жасау, яғни жақсылық жасау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әрдайым жақсылық жасауға шақырып кеткен. Мұсылман адам жеміс ағашына теңеген. Оған жұрттар тас лақтырса, ол жұртқа жеміс лақтырады деген. Халқымыз әуел бастан айтқан. Біздің қазақ халқында да ол мақал бар. Таспен ұрғанды немен ұр дейді? Аспен ұр дейді. Әдесе мә деген сөз емес. Кішпейілдік, жақсы іс, біреуге жақсылық жасау, бұның барлығы есеппен болмайды, есепсіз жасалады. Мен сондай адамдарды білем, біреуге жақсылық жасаса есептейді оны. Өзінің жақсылығын өткізіп қойып, соның ақысын сұрау үшін есептейді. Ол адамда иман дәл сондай қисық. Құдай сақтасын, имансыз деп айтуға тілім жоқ. Олай айтуға хақым да жоқ. Бірақ менің айтпағым, ол адам иманын дұрыс жасамады. Иманы оның жеміс бермей тұр. Жақсы істі рахмет сұрамай жасайды мұсылман адам. Оны әуелгі пайғамбарлардан басталады. Мысалы, Ясин сүресінде «Ла нас'алукум ризқан» деп айтады. Ясин сүресінде сондай келеді. Иса пайғамбар бірнеше өзінің атынан пайғамбарды Антакия қаласына ескерту үшін жібереді. Сонда сол қалаға барып ескерту айтып атқанда халық келіп, «Ей, сендер со дін алып атсыңдар ма, артынан сатайын деп тұрсың ба, ақша сұрайын деп тұрсың ба, не істейін деп тұрсың?» дегенде, біз сендерден ешқандай рызық сұрамаймыз дейді. Дін ешқашан ақшаға сатылмайды. Діни қызмет немесе біреуге жасаған жақсылығың артынан қарымта сұралмайды. Түсінесіз ба? Қарымта сұралмайды, ендеше не болады? Алла үшін жасау дегеннің мағынасы міне осы. Сіз не істесеңіз де Алла үшін жасайсыз. Сонда барып сіздің амалыңыз жеміс береді. Немесе басқа жағынан айтайшы. Құранда Алла тағала айтады. «Құли амалу». Ей Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям айт дейді. «Уа халайық, амал жасаңдар. Фасаяраллаху амалакум». Сендердің амалдарыңызды Алла көреді дейді. Ал бір адамдар болады, амал жасайды. Ақысын алғың келе ма? Алла сені көріп тұр уже. Болды, соған мақтана бер. Аллаға болады екен да, Аллаға айтсаңыз болады екен. Мен Аллаға мен ананы жасап қойдым, мынаны жасап қойдым, мынаған жәрдем бердім, анаған жәрдем бердім. Тіліңіз тиямай кетіп баратыр ма? Біреуге айтқың кеп баратыр ма? Жай намазға барыңыз да, Аллаға айтыңыз соның бәрін. Жасаған жақсылығыңыздың бәрін Аллаға айтыңыз. Бұл риякерлік болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан риякерлікті солай қылып түсіндіреді. Риякерлік дегеніміз ол кіші ширк дейді. Аллаға серік қосудың ең кішкентай түрі дейді. Қараңғы түнде, қараңғы тастың үстінде қап-қара шымал қалай жүреді? Естесің ба соны?
Көресің ба? Жоқ, тура солай келеді адамға дейді. Иманыңды дәл солай жоқ қылады дейді. Риякерлік деген сондай жаман нәрсе. Біреуде жасаған жақсылығыңды айттың ба, ол жоқ болады ол. Пайғамбарымызға ең алғашқы түскен аяты «Уәлә тәмнун тәстәкфир» деген сөз. Муззамил сүресінде келеді. Ей Мұхаммед, міндет қылма, және жасаған амалыңды ешқашан көп жасадым деме деп айтады. Бұл иманның міндеті. Не жасасаң да көп жасадым демеңіз. Не жасасаңыз да міндет қылмаңыз. Аллаға тапсырыңыз. Айтқыңыз кеп баратыр ма, ішіңіздегі шайтан айтсай деді ма, Аллаға айт. Фасайараллаху амалакум. Алла көреді, пайғамбар көреді, періштелер көреді, мұсылмандар көреді деп айтады. Бірақ біліңіз, оларға айтуға болмайды. Алладан басқаға сіз жасаған жақсылығыңызды айтуыңызға болмайды. Көркем мінез дегеніміз жақсы амал екен. Жақсылық жасауға дәл сондай жоғарыда айтқандай көп энергия кетеді. Күш қуат керек біреуге жақсылық жасау үшін. Жамандық жасау деген өте оңай ғой. Біреудің жолын кесу, біреуге қырсықтық жасау, біреуді құрту, жою, ол шайтанның сізге ой салады, сіз бірден жасайсыз оны. Ал қызығын айтайын ба одан кейінгі? Одан кейінгі қызығы сол болады. Құран-ы Кәримде Алла Тағала айтады, мен дейді Алла Тағала, әрбір адамға серік бір жыннан, шайтаннан серік қылып қойғанмын дейді. Сол серігі ертең келген кезінде біз содан жалына айтады екенбіз, мынау адам, мынау менің серігім, яғни менің шайтаным, осы жамандықты мені нұсқады деген кезінде ішіміздегі шайтан айтады екен. Ей пәленше, мен жалпы айтып жатыр мағынасын. Құрандағы мағынаны жалпы айтып жатырмын. Ей пәленше, мен сен қолыңнан тарттым ба? Соны істеуге. Мені көрдің ба? Мені естің ба? Жоқ, мен саған жай ғана уәсуәс, жүрегіңе жай ымдадым дейді, кішкентай. Оны жасаған кім? Сен. Оны ішіңде ниет қылған кім? Сен. Айналайын-ау, Құдайдың бәлесі жауған кім? Сен. Басыңа жауған бәлені маған тартпа дейді. Қай, аррақ дейді. Өйткені оныкі дұрыс айтып жатқаны. Ол жай ғана сізді ымдады. Анаған жамандық жасасай деді, қырсықтық жасасай деді. Біреуге жамандық жасау, немесе біреуді соға салып, ұра салу, біреуді қиратып жіберу өте оңай. Сол үшін орыс халқында да айтады ғой, ломать не строить дейді. Бұзу, о түзеуменен кең келмейді ол. Бір нәрсені бұзу өте оңай. Бірақ біліңіз, бұзылған дүние қайтадан орнына келу өте ауыр. Ал біліңіз сол үшін, жақсы амал бұл сіз үшін қымбат болса, оның құны да қымбат. Оған энергиямен, күш қуатпен төлейсіз. Бірақ алатын жемісіңіз білесіз ба? Құран-ы Кәримде амал қылған адамдардың жемістері деп жәннаттың неше түрін уәде қылған. Бұл амал қылған адамдар үшін, бұл амал қылған адамдар үшін деген аяттарды Құранда іздесеңіз жетіп жатыр. Бүкіл жәннат, Алланың бүкіл мейірімі, пайғамбардың шапағаты бәрі осы амал жасаған адамдардікі. Жақсылық жасаған адамдардікі. Тіпті пайғамбарымыз жасаған жақсы амалды Аллаға ғана айту және жасаған амалың осы дүниеде пайда беретіндігі туралы әдемі бір хадис айтады. 3 адам үңгірде қалып кетеді ғой, естеріңізде ма? 3 адам үңгірде қалып кетеді. Сөйтіп үңгірден шыға алмай қалады. Не істейді олар? Жасаған сауап амалдарын айтады ғой. Аллахым дейді, мен осындай сауап амал жасадым. Кім үшін жасадым? Аллахым, сен үшін жасадым. Ендеше сол шынымен ақ ниетім сондай болса, бізді құтқаршы деген кезіне тас қимылдайды екен, ана үңгірді жауып қалған. Осылайша үшеуі айтқанда ана тас домалап кете берді. Үшеуі үңгірден шығып, аман есен жолдарын жалғастырды деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сөзін аяқтайды. Айтқым келгені бауырлар, көркем мінез иманның жемісі. Көркем мінез дегенді екі нәрсемен түсіндірдім. Біріншісі көркем сөз, екіншісі көркем амал. Екеуі де сізден өте орасан көп күш талап етеді.
Бірақ сол күшіңізге арзитын жемісі де өте көп. Ендеше сіз осы істі жасамайсыз ба, сіз иманның жемісін көрмейсіз. Сіздің иманыңыз қандай дәрежеде? Иманыңыз дұрыс па? Дұрыс бағытта бара жатсыз ба? Көргіңіз келе ма? Осы 5 нүкте маңызды деп пайғамбарымыздың сахабаларының өмірінен айтып, мен әдейі қорытып беріп жатырмын. 3-ші нүкте, құрметті бауырлар, иманның жемістерінің 3-ші нүктесі әлеуметтік гармония дейді ғой. Әлеуметтік үйлесімділік. Ол қандай нәрсе? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан бір күні бір кісі кеп сұрайды: "Уа Расулалла, мен үйленгім келеді, қайдан үйленейін?" дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әрдайым әзіл айтқанда шындық айтып әзілдейді екен. Жаннаттан үйлен деп айтады ғой. Сөйтсе анау жанындағы сахабалар әзілкештер әзілге айналдырып жібереді. "Ей, өліп қалсаң хор қыздарына үйлен деп жатыр. Болды, кете бер, осылай бойдақ болды" дейді. Жұрттың бәрі ахахалап күледі, бұл кісі ренжиді. Енді өліп қал деп айтып жатыр ма деп та. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өліп қал деп айтып жатқан жоқ қой оған. Жаннаттан үйлен дейді. Сосын сұрайды ғой: "Уа Расулалла, жаннаттан үйлен деген қалай?" дегенде, мұсылман адамның үйі жаннат деп айтады. Бұл сіздің социалды үйлесімділік деп айтады. Социальная гармония. Қазақ тілінде айтқанда. Біз өз қазақша сөйлеп үйреніп қалдық қой, социальная гармония деп. Әлеуметтік үйлесімділік десең түсінбейді да, қазір көп адам көзі төрт бұрышты болып отыр ғой. Не деп жатыр деп. Қазақша айтып жатырмын, социальная гармония деп. Осы әлеуметтік үйлесімділік дегені не? Мұсылман адамның үйі жаннат деген не десеңіз айтайын. Жаннатта күнә бола ма? Болмайды. Жаннатта өтірік сөз бола ма? Өсек бола ма? Болмайды. Мұсылман адамның үйінде де сондай нәрселер болмайды. Сіздің үйіңіз қандай үй? Сіздің үйіңіз сіздің иманыңыз. Сіздің үйіңіз сіздің иманыңызды көрсетеді, бауырлар. Біз әлі көп жерге баруымыз керек екен, байқап жатсыздар ма? Біз әлі иманның жемісін жетуіміз, пайғамбарымыздың алып келген мектебі қайда жатыр? Біз қайда жатырмыз? Сіздің үйіңіз жаннат болу керек. Сол үшін жаннаттан қыз ал деп айтады. Сондай жаннаттан қыз, сондай жаннатта өскен балапан ертең ұшқанда да соны орады ғой, ол соны іздейді. Сол үшін қазақта әуел бастан айтып қойған: "Смотри на чашу, забирай машу" деп та. Табағына қарап қызын ал дейді. Не дейді? Асын іш, жаңағы анасына қарап қызын ал дейді ғой. Сол сияқты бауырлар, анасына қарап қызын ал деген сөз, үйі, ана деген ол бір үйдің ұстыны ғой ол. Ол еркек қой, ол төбесіндегі криша. Ана ұстын болмаса криша жерге түседі. Ол менмін деп ойламай-ақ қойыңыз. Үйдің ұстыны қатын ғой ол, әйел ол. Сол үшін еркектің әйелі өлген кезінде қазақта естірткен кезде қамшың сынды деп айтады екен. Ер жігіт қамшысыз жүрамайды ғой. Ол жанындағы қаруың, сүйенсең таяғың, жаныңда серігің, мінсең атыңды айдайтын құралың ол. Жаныңда тұратын нәрсең да ол. Ал қамшың сынса далаға қалдың. Атыңды айдай алмайсың, қорған алмайсың, сүйен алмайсың. Қамшың сынды. Қандай сөздің байлығы деңіз, Ал басқаша теңеу айтсақ, әйел үйдің ұстыны. Сол үшін әйел түзу ма? Үй түзу. Әйел қисық ба? Ұстын қисық ба? Ол кришаны қанша тегіс қылсаң да, үй қисық. Сіз қисық ұстын қойып, үстіне криша қойып көріңізші, не болады? Былай қисайтыңыз, былай қисайтыңыз, қалай қисайтсаңыз да, әдемі қылып криша қойсаңыз да, төбесіне шатыр жапсаңыз да, ол шатыр жерге жалп ете қалады.
Ал бейшара болып қалған шатыр болса да, ұстын мықты болса тұрады. Білесіз ба? Ілекер әйтеуір бір қамыс төсек қойсаң да ше, ұстын дұрыс болса тұрады сол. Сондықтан айтатыным, бауырлар, әлеуметтік үйлесімділік дегені ол жанұядан басталады. Және жалпы көпшілікпен арақатынастан басталады. Үлкенді сыйлау, кішіге құрмет, үлкенге ізет. Бұның барлығы біз құлағымызды әптен жарағып естігенбіз, бірақ бұл иманның жемісі, түсінесіз ба? Сіздің иманыңыз жоқ па, сіз үлкеннің бетінен шап ете қаласыз. Сіздің иманыңыз кем. Өзіңнен кішкентайды мыжасын, күш көрсетесін. Сенің иманыңның кемдігі бұл. Социалды, яғни әлеуметтік үйлесімділік дегені, сіз үйдің ішінде де, сыртында да, жұртпенен, өзге халықпенен мәмілеңіз үйлесімді болады. Гармонияда болады, яғни сондай бір әсем тепе-теңдікте болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сахабаларының өмірінен мысал келтірем. Пайғамбарымыздың көзі кетіп, Омар халифаның заманында Византияменен соғысып жатады мұсылмандар. Сол кезде бірнеше мұсылмандар тұтқынға түседі. Тұтқынға түскен кезінде сол жердегі Византияның генералына сыбыс келеді. Тұтқынға түскен адамдардың ішінде сахаба бар деген. Пайғамбардың көзін көрген сахаба бар екен дегенді көреді да алдыңа алып кел дейді ғой. Көріш дейді ғой. Көреді да соменен сұхбаттасқаннан 3 күн шатырынан шығармай қояды ғой әлгі адаммен. Ойласаңшы, бір ассаламу алейкум танысайшы дегеннен басталады, 3 күн бойы аузына қараған күйі отырады ғой сахабаның генерал. Сөйтеді де айтады ғой, сен менің досым болшы дейді ғой. Өтініш. Жоқ дейді, мен досым боламаймын. Өтініш дейді, менің жанымда кеңесшім болшы дейді. Жоқ, мен саған қызметші де бола алмаймын дейді. Ондай болса мен сені өлтірем дейді. Енді адам көрді, қызғанатты уже басқаға кетуге қызғанады. Сен онда басқаға да барамайсың. Мен сені өлтірем дейді. Өлтір дейді, мен жәннатқа барам дейді, өлсем. Содан ана қысылғаннан айтады ғой. Онда дейді, мына жандағыларды өлтіріңдер дейді да. Май қайнатып қойып, бірнеше жігітті қайнаған майға лақтырады ғой. Сонда әлгі сахаба жылайды. Сөйтсе, жыладың ба? Не болды деген кезінде мен жылағаным, ана жігіттер жәннатқа менен озып кетті деп жылап жатырым деген екен. Сонда әлгі адамның ең соңғы сөзі уже ана адам жүрегін жыртады ғой. Болды. Одан ары қарай сөз жоқ. Әлгі адам айтады ғой, ондай болса болды дейді ғой. Мен сенен бірақ өтініш. Менің маңдайымды сүйсең, мен сені босатам дейді ғой. Сүйсе жоқ дейді, менің жанымдағылардың да бәрін босатасын дейді. Жарайды деп көнеді, әлгі сахаба генералдың маңдайын сүйеді. Генерал сөзінде тұр, бүкіл бәрін босатып жібереді. 3 күн сұхбат. Неге? Өйткені мынандай, сіз өзіңіз қазір мына қалаға шығып, халықтың жүзіне қарап көріңізші, түнерген бір адам, бүйтіп қалған, біреудің бір затын татып алғандай қарайды саған ше, бүйтіп. Оның кінәм жоқ қой ана кісіде ше, мысалы, маған бірақ сөйтіп қарайды да. Жаңағыдегі, біреумен амандассаң аларады, жаңағыдегі. Онымен амандасып жатырмын ғой шейін, ассаламу алейкум деп ше. Қызықты, өйткені халықта имандылықтан ұзап бара жатырмыз біз. Әлеуметтік үйлесімділіктен ұзақтамыз біз. Сол үйлесімділікті реттеу үшін біз амал жоқтан ше қызық, оспақ, әзіл, бір бәле әжуаларға кіріп кеткенбіз ғой. Неше түрлі мейрамдар қылатынымыз содан, халықтың тырысқан бетін көтерейікші деп ше. Бірақ сол арқылы үйлесімділік болсын дейміз. Ата-ананың арасында сыйластық, ата мен баланың арасындағы сыйластық, ерлі зайыптының арасындағы сыйластық, дос пен аға мен іні, бауыр, ағайын, туыс, бұның бәрінің сыйластығы, бұның бәрі үйлесімділік. Дін осының бәріне шекара қойып тастаған. Қысқаша айтқан кезінде нақты шекаралар айтайын. Жәннат ананың табанының астында. Шекара ма? Шекара.
балаға ата-ана міндетті нәрселер қойып қойған. Оған дін үйретесін, имандылық үйретесін, тура жол көрсетесін деп. Көршінің ақысын беріп қойған. Ағайындықты үзген адам Алламен үзген болып тең саналатындығы шекара қойып қойған. Барлық шекара бар, түсінесіз ба? Сол шекараның бәрін бір-ақ ауызбен жинаймыз. Бұл әлеуметтік үйлесімділік. Бұның бәрі ненің жемісі? Иманның жемісі. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: кім қонағын сыйламаса қияметке және Аллаға иман келтірмеген болады. Және кім көршісіне зұлымдық қылса дәл сондай. Кім қонағын сыйламаса, үлкенді сыйламаса, ғалымды сыйламаса, қияметке Аллаға иман келтірмеген болып саналады. Бұның бәрі шекара. Бұның бәрі иманның шекарасы. Жай шекара емес. Аллаға және пайғамбарға кім иман келтірсе, көршісін сыйласын. Шекара ма? Нақты шекара. Сол үшін айтатын бауырлар, сіз осы шекаралардың қаяғында жүрсіз. Иманның жемісін қайдан іздеп жүрсіз, енді айтыңызшы. Шекараның ар жағына өтіп кетіп, арғы беттегі нәрсені іздеп жүрміз ғой, бауырлар. Иманымды қалай күшейтсе болады? Бір жерге барсаң, сұрақ қойыңдаршы, иманымды қалай күшейтсе болады? Ұстаз, иманды күшейтсе болады деп сондай сұрақтар бар. Модный сұрақ қой, дұрыс па? Ол модный сұрақ емес, ол сізді мазалайды, ол жүрегіңіздегі нәрсе. Дұрыс нәрсе. Өйткені ол мазалайтын нәрсе, менің Құдайға деген сенімім дұрыс па? Мен соның дәмін көрмей жатырмын деп тұр ғой ішіңіздегі рухыңыз. Имандымын дейсің, кәні дәмін берші, мен дәмін сезбей атырмын, рухым тыныштанбай атыр деп тұр. Өйткені біз иманның пайғамбарымыздың қойған шекараларынан өтіп кеттік. Бұл тақырыптар үлкен тақырып, бірақ мен ойлаймын, сіздер менімен бірге түсініп отырсыздар деп. Төртінші нүкте, жауапкершілікті өзіне алу. Иә, қызық дүние, жауапкершілікті адам өзіне алу. Оны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тіпті ла иляха иллаллах Мұхаммад Расулулладан бастап үйретеді ғой. Қызығы, қаншалықты жауапкершілік және ла иляха иллаллах екеуінің айырмашылығын айтайын ба? Жақындығын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, уағызында айтады да, арабтарға шығып айтады ғой: ей арабтар дейді, мен сендерге дейді, екі ауыз сөз үйретем. Сол екі ауыз сөзді айтсаңдар, бүкіл ажам, араб еместер сендерге қызметші болады, бүкіл арабтарға патша боласыңдар дейді. Қандай сөз дегенде, Алладан өзге Құдай жоқ, Мұхаммед оның елшісі дегенде, қой сен оны дейді. Неге үйтіп айтты? Бір ауыз сөзді айта салсаң нең кетті? Жоқ, оның артында жауапкершілік бар. Түсінесіз ба? Жауапкершілік бар. Оны Құран-ы Кәримде не деп айтады? Білесіз ба сол жауапкершілік туралы? Әл-Мисақтан мұсылманмын деген жауапкершілік тұр. Оны тіпті Алла Тағала Құран-ы Кәримде айтады. Біз Арадна әл-әманата деп айтады. Бұны аманат деп айтады. Біз аманатты дейді, аспандар менен жерге ұсындық дейді. Алла Тағала аманатты ұсынған екен ғой. Жауапкершілікті ұсынған екен. Алыңдаршы осыны деп. Не істеді олар? Фәәбәйна әйяхмилнаха. Оны көтеруге олар бас тартты дейді. Раббым, біздің мойнымызға ондай нәрсені артпа деді дейді. Оны кім көтерді? Вахамалахал инсан. Оны адам баласы көтерді дейді. Неге? Өйткені ол залуман жахула, ол надан еді, және өз-өзіне залым еді дейді. Міне біздің суретіміз. Айнаға қарасаңыз кім екеніңізді көресіз. Біз наданбыз, өз-өзімізге залымбыз. Неге өз-өзімізге залымбыз? Өз-өзімізді жоққа шығарып, өзімізді танымай, өзімізді дозаққа лақтырушымыз. Құдай содан сақтасын, бауырлар. Жауапкершілік деген бұл бірінші орында Алланың алдындағы сіздің біздің иманымыз. Ла иляха иллаллах
Мұхаммадур Расулулла деген сөзді айтқан адам үлкен нәрсе. Оны басқа сөзбен айтайыншы тағы да. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бір кісіге айтады: "Уа Расулалла, сен көп нәрсе үйретесің, мен соның бәрін жаттай алмаймын" дейді. Маған бір ауыз сөз айт, соның ішінде діннің бәрі бар дейді да. Бәрі бар дейді діннің. Сонда айтады: "Құл ла илаха иллалла сумма стақим" дейді. Болды. Ла илаха иллалла деп айтта, сол сөзіңде тұр дейді. Болды. Бүкіл пайғамбарымыздың айтқан сөз екен ғой. Міне, жауапкершілік бұл иманның жемісі. Бұл қарапайым дүниеден басталады. Жауапкершілік туралы Алла тағала сізбен бізге нені үйретті білесіз ба? Айтқан нәрсе, біздің айтқан нәрсеміз, істеген нәрсеміз не істелініп батыр? Екі иықта періштелермен жазылып батыр ма? Жазылып батыр. Содан соң не болады ол? Ертең оның жауапкершілігі болмай ма? Болады. Ендеше айтқан сөзің, істеген ісіңнің сұрауы бар ғой. Біздің дініміз міне жауапкершілікті үйретеді. Әрбір мұсылман адам айтқан сөзіне, істеген ісіне жауап бермей иманда кәміл болмайды. Егер сіз сөзіңізде тұрақ жоқ болса, ісіңізде мән жоқ болса, онда сіз иманнан ұзақсыз әлі. Иманды күшейтейінші, иманды не істесем күшейтем. Өте оңай. Мойныңа жауапкершілік ал. Мұсылман адамның мойнына түскен жауапкершілік ешқашан жоғалмайды. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сипаты бар, әмин деген, аманатшыл. Ол кісі өте аманатшыл болған. Біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның лақабы сондай болса, біз қандай болуымыз керек? Біз де сол кісінің етегінен ұстаған халық болуымыз керек. Жауапкершілік неден басталады? Ең қарапайым айтқан сөзің, істеген ісіңнен басталады. Жауапкершілік жанұядағы сен әкесің ба жауапкер, баласың ба мойныңа жауапкер, әйелсің ба мойныңа жауапкерсің. Дәл осы сөз пайғамбарымызда бар ма жоқ па? Бар. Күллүкум раин ва күллүкум мас'улуна ан раиятих дейді. Сендердің барлығың жауапкерсіңдер, мойныңыздағы нәрседен жауап бересіздер деп айтады. Сөйтіп түсіндіріп айтады. Ер кісі өзінің жанұясына, жанұяның ішіндегі әйел сол жанұядағы қол астындағыларға жауап береді деп айтады. Бірақ біз мойнымызға жауапкершіліктен қашамыз. Неге? Өйткені ол көп энергия, көп күш қуатты жұмсауды талап етеді. Бізден көп нәрсені ойлануды, барлық нәрсенің жауабын іздеуді талап етеді. Бірақ шайтан бізге әптен оңай жолды көрсетіп қойған. Мойныңа жауапкершілік алма. Қаш, оңай жол дейді. Оңай жол емес ол. Өйткені білесіз ба, бұл дүниеде сұрақ жоқ, амал бар. Бірақ арғы дүниеде амал жоқ. Ол дүниеде тек қана есеп бар. Ендеше бауырлар, сіздерден сұранатыным, құрметті ағайын, иманның жемісін көрем десеңіз, өміріңізге жауапкершілік алыңыз. Ауыр сөз шығар, қиын сөз шығар, мен оңайлау қып, астына түсіңкіреп айтып берейін. Не айтып жатсын, соған көңіл бөл, есепте. Пайғамбарымыз есептеуді үйретіп қойған. Былай деп айтады: сөйлесең жақсы сөйле, немесе үндеме дейді. Ғалымдарымыз талдайды. Жақсы сөз дегеніміз парыз сөздер, уәжіп сөздер, сүннет сөздер, мұстахаб сөздер, мұбах сөздер дейді. Осының бәрі жақсы пайдалы сөздер екен да, үндеме деген сөз харам сөздер, макрух сөздер екен. Яғни өтірік, өсек, мақтаншақ, бұның барлығы бізге болмайтын сөздер. Бауырлар, 5-ші иманның жемісі бұл тұлғалық даму. Адам, мұсылман адам иманға кәміл болған кезде ол кісі тұлға болады. Дәлел айтайын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан хадис келеді. Мен өзімнің пендеме парыз қылған амалдан артықты сүймедім дейді. Білесіздер бұл хадисте?
Естіген шығарсыздар. Яғни Алла тағала кімге парыз қылды, сол амалдан артық амал жоқ екен. Ендеше 5 парыз немесе 40 парыздан үлкен амал жоқ. Соның барлығы Аллаға сүйікті. Сосын сөзін жалғап айтады. Бірақ пендем осы парыз амалдардан кейін маған нәпіл амалдар арқылы жақындайды дейді. Ол жақындағаны сонша, мен оның ұстайса қолы боламын, жүрсе аяғы боламын дейді. Не тілесе беремін дейді. Бұл қандай адам? Бұл әулие емес па? Әулие ғой, дұрыс па? Құдайға даты жеткен адам емес па? Ол судың бетінен жүретін, отқа тастаса батпайтын біздің ертегідегі адамдар сол ғой. Егер шынымен ақ сіз сөйлесеңіз, сөзіңіз сол жерде қабыл болатын сөз адам болғыңыз келсе, сіздің қолыңыз, сіздің жүретін аяғыңыз Алла тағаланың өзінің медетімен тұратын болғыңыз келсе, жолды көрсетіп қойған. Яғни Алланың досы шын парызды орындап, нәпіл амалдардың бәрін орындаған адам сол адам. Ендеше бұл тұлға. Сол үшін бұл шынайы дамыған тұлға деп айтамыз. Халықта сондай сөз бар ғой, қазіргі кезде тренд, тұлғалық даму, личностный рост. Тұлғалық даму деп атады. Неше түрлі тренингтер, неше түрлі бизнесмендердің сөздері тұлға жағынан. Не ол тұлғалық даму деген, не ол десе, сен тұлға деген сөз, яғни сен шынайы мен адам деген сөзді үлкен әріппен аталуың үшін қандай адам болу керексің? Оның жауабын жүрегіңізде сайрап тұр деп ойлаймын. Құрметті бауырлар, айтқым келген нәрсе, осы үлкен 5 нүкте сіз бен біздің иманымыздың жемісі. Иманның жемістері негізі өте көп та, бірақ осы 5-еуінің ішінде. Жинасаңыз осы 5-еуіне, осы 5 шекараға жетсеңіз, сіз иманның дәмін татасыз. Осы 5 нәрсе сізде болса, сіз иманның жемісі осы сіздегі. Шынайы сіздің жүрегіңізде иман орнықты деген сөз. Ендеше бауырлар, біз бара жатқан жақ айқындалды деп ойлаймын осы сөздермен. Сіз қалай қарай жүруіңіз керек? Осы үлкен 5 нүкте жазып алсаңыз екен, және де осыны өміріңізге қолдансаңыз екен. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бүкіл 23 жыл бойғы нұсқаған, үйреткен мектебінің тұжырымдамасы. Әлбетте бұдан кең ол мектеп. Бұдан да үлкен, бірақ мен оны жеткізуге тілімде жетпейді, уақытымда аз. Жинап айтқым келген нүкте осы еді. Құрметті жақсылар, ендеше иман байлығын, жүрегіңіздегі иманның жемісін көрем десеңіз, осы нәрседен айрылмаңыз. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирук ва атубу илейк. Бауырлар, ауыр сөздер айтсам кешіріп қоярсыздар, бірақ осылай айту өмірімізге пайдалы деп ойлаймын. Бұл жай ғана осы жерде бір әдемі сөздер болып қалып кетпес деп ойлаймын. Бәлки амал жасап, осыны өзгелерге жеткізіп, осы сөзді амалменен өміріңізде алып кетсеңіз, иншалла, осы жерде, осы мешіттің қызметкерлерінің сіздерге бермек болған сыйлығы деп қабылдарсыздар. Рахмет тыңдағандарыңызға.